Каспий Голдты қазір миллиондаған адам қолданып жүр, бірақ 2026 келді ғой енді. Сол 2026-да жылымды жақсы өткізем десек, тіпті осы Каспий Голдтың өзіндегі мына бір 3 функцияны біліп алу керек. Себебі оны білмеген адамдар талай ақшасының өздері байқамай-ақ далаға кетіп жатқанын түсінбейді. Ол функцияларды қазір сіздерге айтып өтейін. Сіздер көріңіздер, қолданыңыздар, қажет болса таныстарға, достарға жіберіңіздер, олар да біліп жүрсін. Қандай функциялар? Біріншісі, мына бір Мойбанк дегенге кірейік. Содан кейін мына бір Каспий Голд дегенге кіреміз да, мына жерде платные сервисы и подписки деген бар. Соны бассақ, ішінде Каспий карта тіркелген барлық сервистарымыз шығады. Мысалы, ай сайын Яндекс Плюсқа сізден алады, Apple'дағы әртүрлі подпискалар. Соларды біз дейтін өшіріп қойсақ болады. Екінші функция мошенниктерден аты-жөні жоқ алдануды тоқтатады. Қалай? Настройка дегенге кіреміз. Содан кейін добавить доверенный контакт деген бар. Соны басамыз. Мына жерде не үшін керек екенін бәрін көрсетеді, сосын добавить дегенді бассақ, нөмір телефон сұрайды. Мысалы, сіз туысыңыздың, жақыныңыздың нөмірін қойып қойсаңыз, кредит алатын кезде, басқа кезде доверенный контактсыз аламайтын боласыз. Ол деген мошенник, мысалы, сізді немесе бір ата-анаңызды, туыстарыңызды алдайын деп жатса, мысалы, көрсетілген нөмірсіз ақша аламайды. Мошенниктерден қорғанады. Үшіншісі, ол қаржылық сауаттылықты дамытуға арналған. Каспий Голдқа кіреміз. Выписка деген бар. Мына жерден уақытты таңдаймыз, 1 ай 2 айдыкін. Документ шығады, мына ChatGPT-ға жібереміз да, толық анализ жасап берші деп жазамыз. Біздің шығындарымыз бен кірістеріміз анализ жасайды. Яғни қаржылық сауаттылық арқылы қарапайым күнделікті Каспий Голдтың өзінен талай ақша үнемдеуге болады. Ақшаны үнемдеп қана қоймай, оны инвестиция жасап, кейін пассив кіріс жасайсыз. Оны қалай жасаймын десеңіздер, мен 2 ақпан күні сіздерге тегін сабақ өткізейін. Сол жерде инвестиция арқылы капитал жинау, пассив кіріс жасаудың жолдарын толық көрсетем. Оған тіркелу үшін профилімде сілтеме бар. Соны бассаңыздар, WhatsApp топ ашылады, соған қосылып қойыңыздар.